Қазақстан балалары бағдарламасы қаңтар айынан бастап жүзеге асырыла бастады. Негізгі мақсаты өскелең ұрпақтың қауіпсіздігін қорғау, олардың алаңсыз өсіп жетілуіне жағдай жасау. Құжат бойынша балалардың денсаулығын жақсарту, сапалы білім беру және әлеуметтік көмек көрсету шаралары бірінші орынға қойылады. Әсіресе ерекше мұқтаждығы бар балаларды қолдаумен мектептердегі психологиялық көмек жүйесі күшейтілмек. Бұған қоса аймақтарда жаңа мектептер мен үйірмелер ашылып, балалардың бос уақытын тиімді өткізуіне жағдай жасалады. Бір сөзбен айтқанда, мемлекет балаларды зорлық-зомбылықтан қорғап, олардың бақытты балалық шағын қамтамасыз етуді басты міндет деп біледі. Жалпы өскелең ұрпақтың құқығын қорғаумен оларды жан-жақты дамытуға бағытталған жобаның тиімділігі қандай? Бұл жөнінде оқу ағарту министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитеті төрағасының орынбасары Толқын Жолдыбай қызын сол кісіден сұрайық. Толқын ханым, сіз эфирдесіз. Қайырлы кеш, Оксана. Рахмет. Бірден Толқын ханым, сұраққа көшейік. Бағдарламаның мақсаты түсінікті. Осы құжаттың тиімділігін іске асырылуын кім және қалай қадағалайды? Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, 2026-2030 жылдарға арналған Қазақстан балалары тұжырымдамасы үкіметтің қаулысымен бекітілді. Бұл алдағы 5 жылға балалардың барлық қауіпсіздіктерін өскелең ұрпақтың болашағын қамтитын ең үлкен тұжырымдамалық құжат болып табылады. Бұл құжаттың орындалуы орталық атқарушы органдарға және жергілікті атқарушы органдарға жүктелген. Қаулы бойынша біз жылына бір рет 1 сәуірге дейін барлық орталықты атқарушы органдар мен жергілікті атқарушы органдар бағдарламаның тұжырымдаманың әрбір тармағының орындалу бойынша бізге есеп береді. Біз өзіміздің деңгейімізде оны толықтай жинақтап талдау жасап, ұлттық экономика министрлігіне енгізетін боламыз. 1 мамырға дейін біз енгіземіз. Енді бұл жылына бір рет енгізілгенімен министрліктің деңгейінде біз бұл құжаттың іс-шаралар жоспарының орындалу бойынша 90 сайын мониторинг жүргізіп отыратын боламыз. Толқын ханым, жалпы үлкен жобадағы мақсат міндеттерді іске асыруға қандай мамандар атсалысады? Бұл тұжырымдамалық құжатты іске асыруға орталық атқарушы органдар, денсаулық сақтау министрлігі, біздің министрлік, төтенше жағдай министрлігі, ішкі істер министрлігі, ақпарат және мәдениет министрлігі, тағы сол сияқты көптеген орталық атқарушы органдар жауапты және барлық жергілікті атқарушы органдар, яғни әкімдіктер жауапты. Толқын Жолдыбайқызы, тікелей эфирде сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет.